Джо Диспенза 66 күнде кедейліктен арыл деген видеоны мен қазақша аударып салып жатқан болатынмын. Қазір 5-6 аптаны айтатын боламын. Яғни 29-42 күндері. Бірінші 4 апта сізді өзіңізді жаңартумен, өзіңізді құраумен айналысқан болсаңыз, енді 5 аптаға келген кезде сіз сол түйсікті, сол ойды, сол нейронды талшықтарды қатайтуға, соны орналастыруға, соны сіңіруге, өміріңізге алып келуге осы медитациялармен айналысатын боласыз. Мысалға, сіз осы уақытқа шейін автоматты түрде өткен күннің қиыншылығын, ауыртпашылығын алып ұйқыдан оянған болсаңыз, енді сіз автоматты түрде басқа адам болып оянатын, жаңа личностьпен оянатын адамға айналасыз. Диспенза дәлелдегенде бірінші 40 күн өте ауыр, критикалық, өте күрделі күндер деп дәлелдеген. Осы 40 күннен өткен болсаңыз, 40-шы күнге сіз жеткен болсаңыз егерде, онда сіздің баяғы ескі өмірге, қиыншылыққа, кедейшілікке өтетін мүмкіндігіңіз өте аз болады. Жаңа сен болып ойлану, жаңа сен болып сезіну, бұрынғы адам емессің уже, жаңа адам болып, молшылықта, изобилияда, байлықта өмір сүріп жатқан адам болып сезіну, ол сіз үшін норма болып есептеледі. Практикасы 20-30 минут медитация жасап отырасыз. Медитация жасаған кезде тыныш орында отырып, өзіңізге байлықта өмір сүріп жатқан адамды елестетесіз. Ол қандай болады? Ол жомарт болады, өзіне сенімді, тұлғалы, тағы да қандай тез шешім қабылдай алатын, сол адамды өзіңізге елестетесіз. Және де сол күні, бір күні 10 минут бойына өзіңізді бай адамша, сол молшылықта өмір сүріп жатқан адамша солай сезініп, солай ұстайсыз, солай жүресіз 10 минут. Кешкі практика ұйқыға жатар алдында сіз өзіңізді келмеген ақшаға, келе жатыр ғой, бірақ ризығыңыз келе жатыр, соған шүкіршілік айтып, рахмет айтып, сондай изобилиямен ұйқыға жатасыз. Мысалға, сіз өзіңізге шүкіршілік айтасыз, келетін ақшаға алғыс айтасыз, және де өзіңіздің кішкентай жеңістеріңізді көріп тойлауыңыз керек, кішкентай жеңістеріңізді байқай бастауыңыз керек. Бұрын байқамаған болсаңыз, енді байқайсыз, кішкентай жеңісіңізді бағалай бастайсыз да, және сондай ұйқыға сондай сезіммен кетесіз. Ертең бұдан да жақсы күн күтіп тұр, мен ертеңгі күнім бұдан да жақсы болады, бұдан да нәтижелі болады, бұдан да жемісті болады деген сезіммен ұйықтайсыз. Және де осындай сезімдерді сезінген кезде не болады? Сізде изобилия, молшылықта өмір сүріп жатқан сияқты боласыз да. Енді осы сезімге кіру сізге басында қиын болды ғой, қандай қиын болған болса, енді баяғы кедей өміріңізге қайту дәл сондай қиын болады сізге. Ол кезде қандай сырттай өзгерістер орын алады десеңіз, онда сырттай өзгерістер сенің ойыңа кірмеген ақша келе бастайды сізге да. Баяғы мүмкін біреу алып бермей жүрген қарыздарыңыз келе бастайды, жаңа ұсыныстар түсе бастайды сізге. Жалпы сіздің ойыңызға да кірмеген мүмкіндіктер сіздің өміріңізге келе бастайды. 40-шы күнге жеттім дегеніңіз, ол сіздің жеңісіңіз, осылай жасаңыздар.